Америкаға шөлді далаға барып сол уақыт кетті. Бір ХВ осы видеоның астында тұрған сілтеме арқылы өтіп Нұр Channel промокодын теретін болсаң, саған 45 000 теңгеге дейін бонус беріледі. Мәссаған, не деген керемет жер мынау, ё-майо, ыстық екен, бірақ мәссаған ыстықтап кеттім бар ғой. Мені болғанда ана жерде тұрған сияқты. О, ассалаумағалейкум, братан, мен ғой Косой деген мен. О, Косой, ассалаумағалейкум. Мына жерде кез келген көліктің біреуін таңдап ал. Енді бұл жерде тек қана джип автомобильдері, енді бұндай құмда басқа көліктер жүре алмайды, сондықтан тек қана Гелендвагендер ғой, жалпы таңдай бер. Болады деген саған тек қана келді ғой мына жерде тұрған. Екіншісі де әдемі, базар жоқ, үшіншісі де әдемі, төртіншісі де әдемі. Мынау басқашалау сияқты ғой, ә? Дөңгелектер, мен саған мынаның дөңгелегі басқашалау екен. Базар жоқ, мынау вообще басқаша екен. Ақ келі осыны аламын ау деймін. Ой, братан, кешір, братан, әдемі, сори. О, кешіресіз ба? Болды. Аха. Мына жақта келіктер. Мәссаған, қайсын алсам болады екен? Мынау ортасында ақ ұнап қалды, бар ғой, өзгеше екен. Бой, кәне ішіне отырып көрейінші осының. Мынау тюнинг сияқты ғой. Аха, еще алды да тонированный екен мынаның. Кәне ішінен қалай екен? О, ішінен жынды деймін, базар жоқ. Осыны аламын ау деймін. Қазір анау кісіге айтып келейін. Все, братан, міне, мынау геликті аламын. Алды да тонированный, тюнинг сияқты ғой, түріне қарайтын болсам. Я, арасындағы жас тюнингованный осы. Болды, братан, осыны аламын. Ал, мынау келік енді менікі. Анау өзі бір көк келікті жөндейін деп отыр ма, бір нәрсе істейін деп отыр, жүрмей қалыпты дейді. Жарайды, өзіміздің аппақ келігімізге отырайық та, өзіміздің жұмысымызбен кетейік ары қарай. Мәссаған, не деген дауысына оқты еще шет-шетінде екен глушителі, базар жоқ. Асықпай шығайық мына жерден. Мәні не деген мощный, ема, кәні. Қалай базар жоқ дейм мұны, бой, жынды. Енді бізге ұзақ жүруге болады. Мен негізі әдейі аппақ келікті таңдап алдым. Өйткені мына жақта дейтін ыстық болады. Сол кезде ақ кішкене күн тартпайды ғой. Егер қараны таңдап алғанда, ё-мое, ыстық болып мына жақта дейтін бір машина жоқ қой. Жолдар жақсы екен жалпы. Мынаны дейтін негізі маған бір заправить етіп алу керек. Бензин тиіп жатыр. Анау датчигінде қызыл жанып тұр ғой. Мына жерде заправка бар ма? Опа, мына жерде заправка бар сияқты ғой. Аха, мына жерде машиналар тұр. О, заправка тұр, базар жоқ. Заправка да бар, бәрі бар ғой мына жақта дейтін. Мына жерге былайынан асықпай қояйық. Опана, тұра берсін осы жерде. Все, қазір ақшасын төлей салайын. Болды, Гелендвагенімді болды бақ қылып толтырып алдым. Енді бастық айтқан жерге барып құпия құжаттарын алып кету керек маған дейтін. Мен дейтін қазір адасып қалдым бар ғой. Картаны қарап жіберемін ау деймін. Картаны қарап жіберейін қазір асықпай. Не жерде тұрайыншы. Ешқандай көлік жоқ қой, не жоқта тірі жан жоқ қой. Ё-майо. Қайда адамдардың бәрі түсінбеймін, білмем қайда кеткені бар ғой. Мына жаққа да мен бірінші рет келіп тұрмын жалпы. Мәссаған, анау таума, немене бәлем, мына жақтың бәрі базар жоқ, құм ғой әйтеуір. Шөл дала десе шөл дала екен. Картаны ешқандай көлік жоқ. Аварияға да түспейсің оңайшылықпен өткен. Типтес қой. Ал кеттік. Ана жақта дейтін Лос-Сантос көрініп тұр, Чили аттау көрініп тұр. Базар жоқ, Чили аттау үлкен
жалпы шығатын түрім жоқ. Мұны дейтін не ады жүруге болады. Керемет. Осы қайда жол кетемін ау деймін. Бірақ қауіпті жол сияқты менің ойымша, әлде нормальный ма? Бір тастар үстіме құлап кетпесін машинаның үстіне. Мән қауіпті жол сияқты. Жарайды, жүре берейік. Біздің Геленваген сол үшін арналған ғой. Осындай жолдармен жүру үшін арналған ғой жалпы дейтін. Мәссаған, қайда келдім мен дейтін. Ема, мынау шақты ғой. Я. Бос айтқан болатын. Осындай шақтыға кіресің, сол жақта бір жұмысшылар саған құжат береді деген болатын. Сонда неқта не қазып жатыр, жерден асықпай шығайын. Асын сырып алған сияқтын, бір дауыс шықты. Ешқандай адамды көріп тұрған жоқпын. Келігімді жерлерге қоя салайын. Ешкім жоқ қой мына жақта құжат беретін. Мына жерден түсу керек сияқты ғой, астыға қарай түсейін, мүмкін сол жерден басқа бір адамдарды тірі жанды көретін шығармын деп ойлаймын. Әйтпесе мына жақ мүлдем ыстық қой, шақтының өзі де ыстық қой. Үстіме мынау тастар құлап кетпейді ме екен? Байқаусыз да. Ана жақта адамдар тұр ғой. Не істеп тұр еді, түсінбедім. Біреуінің киімі қайда? Ассалаумағалейкум, братан, мен ғой, косой. Ассалаумағалейкум. Сіздің киіміңіз қайда? Міне косой, құжаттарды дайындап қойды. Осыны тездетіп өзіңнің бастығыңа апар, түсінің ба? Яғни бұны құпия құжатты бекерден бекер айтып отқан жоқ. Сенің артынан неше түрлі қылмыскерлер аңдуы мүмкін, және де бізді аңдып тұруы мүмкін қазір дейтін. Сондықтан тездетіп алып кет. Косой, түсіндің ғой, жалпы тездетіп осы шөл даладан ұшып кетті, бастығыңа апарып бер. Аяғым, саусағым бір нәрсе шағып алды бар ғой, кішкене ақсаңдақ болдым. Шаям ба, не екенін білмеймін, бір сап-сары бір нәрсе шағып алды. Міне документтерді, яғни құжаттарды алдым. Енді осыны тез етіп барып, басқа апарып беру керек. Не жерден асықпай шығайық. Былайынан шықсам бола ма? Осылайынан барып көрейінші, мүмкін мына жақта қысқа жол бар шығар, төменге қарай түсетін, мына жақтарда да жол бар екен жалпы. Ойбай, мына жақтарда мен түсе алмаймын ғой. Сондықтан артқа қарай қайтайын. Дрифтпен кіреміз мына жаққа. Ой, дрифт жасай алмайды екен Геленваген. Базар жоқ, осы жолмен қайтайын енді. Асықпау керек негізі. Ема, базар жоқ. Мәссаған, алдын соғып алдым ба? Еш нәрсе болмаған сияқты ғой. Еш нәрсе болған жоқ, базар жоқ. Соғып алдым ба деп ойлаймын. Жарайды. Тездетіп барайық. Ойбай, төменге қарай түскен қиын екен бар ғой. Мәссаған, еще Геленвагенде мощный. Міне, жолға да келіп жеттім. Вау. Мұна менің артынан соншама қат жүрген несі? Мені аңдығыз келді-ау дейме? Жарайды, маған кету керек мына жерден. Мен дейтін адасып қалған сияқтымын, что-то бар ғой. Мына жақтармен жаңа жүрген жоқ сияқты едім, тауға шығып бара жатқанда. Қайда бару керек сонда маған? Негізі төменге қарай түсе беру керек сияқты жалпы, осылайынан төменге қарай түсе беру керек. Ана жерде жол көріп тұрмын. Қана түсіп асықпай жөндеп қарап көрейінші. Міне тау осы жақта, сонда маған төменге қарай түсу керек. Солға жүру керек па, әлі оңға жүру керек па? Адасып қалдым ғой мен дейтін. Sizlerle birlikte Haydayı Sedam'a sağlıklar.